Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Индира. Бүгін өте дәмді қызыл борщ дайындайтын боламыз. Бірінші кезекте осылай етімізді салып, қайнағаннан соң көбігін алып тастаймыз. Әрине кішкене тұз саламыз. Содан соң көбігін алып болғаннан соң осы суымызға капустамыздың жарты бөлігін, яғни тамаққа қосатын капусталарыңыздың барлығын турап жартысын осы суға салатын боламыз. Енді әркімнің жасалу жолы әртүрлі жасайды. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналға тіркелмесеңіздер тіркеліп, лайк басып, қоңырау шап белгісін басуды ұмытпаңыздар. Міне капустамызды салып жатырмыз. Содан соң майымызды қыздырып, бөлек қуыратын боламыз. Пиязымызды салып, чеснок саламыз. Содан соң жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң үстіне сәбізімізді салып, теркадан өткізілген сәбізімізді саламыз. Сәбіз, қызылша барлығын теркадан өткіземіз. Осылай араластырып болғаннан соң үстіне қызылшамызды саламыз, болгар бұрышын саламыз. Барлығын осылай қуырып аламыз. Содан соң жаңағы капустамыздың жарты бөлігін осында салып, капустамыз өлгенше қуырып аламыз. Міне барлығын осылай қуырып алғаннан соң, жаңағы қайнап жатқан суымызға саламыз. Барлығын осыған салып аламыз. Дәміне қарай приправаларыңызды, лавр жапырағын, укроп, петрушка салсаңыздар болады. Осылай бір қайнап шыққан соң картошка салатын боламыз. Менде видеоға түспей қалыпты. Содан соң зелендерімізді саламыз. Астын баяу отқа қойып, бетін жауып қоятын боламыз. Осымен тамағымыз дайын, ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар.